Қоңыраулар оның бассейнін рұқсатсыз пайдаланды, оның жалғыз қалдыру туралы барлық өтініштерін елемей. Бірақ бір күні оның шыдамы таусылып, ешкім күтпеген нәрсе жасады. Жазылыңыз және түсініктемелерде қай жерден қарап отырғаныңызды айтыңыз. Майкл Рид өзінің жаңа ауласының шетінде тұрып, алдында созылып жатқан жарқыраған бассейнді қарап тұрды. Кешкі күннің сәулесі судың бетіне алтын түс түсіріп, оның беті ұқыпты қырқылған қоршаулар мен аспанның ашық көк түсін шағылыстырып тұрды. Бұл оның панасы, жылдар бойы қажырлы еңбек пен жеке қиындықтардан кейінгі демалыс орны. Майкл үшін бұл жай ғана аула емес еді, бұл жылдар бойы армандаған арманның жүзеге асуы, ақыры шындыққа айналған арман еді. 3 жыл бұрын ажырасқаннан кейін Майкл өзінің жұмысына толық арнады. Қалалық инфрақұрылымға маманданған құрылыс инженері ретінде ол күрделі жобаларды басқаратын ұзақ сағаттар жұмыс істеді. Жұмыстың қарқындылығы жеке өмірге аз уақыт қалдырды, бірақ бұл ол қуана құрбан еткен нәрсе еді. Сол жылы ертеректе алған жоғарылауы келгенде, Майкл өзін марапаттаудың уақыты келді деп шешті. Ол қаладағы тар пәтерін сатып, қала маңына көшіп, тыныш көшедегі кең бір қабатты үй сатып алды. Үйде оның қалағанның бәрі бар еді. Тот баспайтын болаттан жасалған құрал жабдықтары бар, заманауи ас үй, биік төбесі бар кең қонақ бөлме және ең бастысы таза бассейні бар аула. Бассейн шешуші фактор болды, ол жұмыстың талаптарынан және жалғыз тұрумен бірге келетін жалғыздықтан қашатын тыныштық оазисін бейнеледі. Мұнда ол демалыс күндері кітап ұстап демалуды, салқын суға қажет болғанда шомылуды елестетті. Аудан да тамаша көрінді. Бірінші келгенде, ұқыпты ұсталған үйлермен қоршалған тыныш көшелер қонақжайлық сезімін берді. Жылжымайтын мүлік агенті қоғамның қаншалықты достық екенін атап өтті, көше кештерін, бірлескен мерекелерді және тұрғындар арасындағы достық сезімін сипаттады. Майкл ауданның өміріне айналуды қатты қаламаса да, адамдар бір-бірінің кеңістігін құрметтейтін жерде тұру идеясын бағалады. Ол ең алдымен осыны қалады. Физикалық және эмоционалдық кеңістік, өз өмірін өз шарттарымен қайта құру үшін. Көшкен күні Майкл көршілерінен жылы қарсы алу алды. Көше қарсысында тұратын Томпсондар, қария жұп көшкен жүк көлігі келгенде подъездерінен қол бұлғады. Оң жағында сәбиі бар, жас жұп бар еді. Олар оған қош келдіңіз деп печенье ұсынды. Бірақ ең есте қалатын таныстық көрші отбасыдан келді. Харрисондарды байқамау мүмкін емес еді. Роберт Боб Харрисон, әке, ұзын бойлы, кең иықты адам, күшті дауысы және жеңіл күлкісі бар еді. Оның әйелі Сара кез келген көршілік жиынға тамаша жүргізуші болып көрінетін жылтыраған достық сезімін шығарды. Олардың 3 баласы жасөспірім егіздер, және кіші қызы Боб Майклдың қолын қатты қысып амандасқанда жақын тұрды. Ауданға қош келдіңіз, досым, деді Боб, күлкісі кең және сенімді. Сіз өзіңізге тамаша жер алдыңыз. Бұл бассейн хит болады, менің балаларым қызғанышпен қарап тұр. Майкл сыпайы күлді, қалай жауап беруін білмей. Ол мұндай тікелейлікке үйренбеген еді, бірақ бұл қимылды бағалады. Рахмет. Жақсы жер. Орналасуды күтемін. Сара қосылып. Егер бірдеңе керек болса, сұраудан тартынбаңыз. Біз көршіміз, жылдар бойы осында тұрамыз. Бұл тамаша қоғам сізге ұнайды, деді. Майкл оларға алғыс айтып, жүк ашуды жалғастыруға асықты. Харрисондар жағымды көрінді, бірақ олардың энергиясы Майкл сияқты жалғыздықты бағалайтын адамға сәл ауыр болды. Дегенмен ол өзін еске салды, ауданның бір бөлігі болу кейбір дәрежедегі қарым-қатынасты білдіреді, және ол көршілермен сыпайы, бірақ алыс қарым-қатынасты сақтауды шешті. Үйдегі алғашқы апталар Майкл күткендей болды. Ол кештерін бассейн жанында өткізді, су астындағы шамдардың жұмсақ жарқырауы тыныш атмосфера жасады. Демалыс күндері таңертең жүзіп, түстен кейін көлеңкеде ұйықтады. Жылдар бойы бірінші рет ол өзін тыныш сезінді. Ол ауданның ритмінде байқады. Көше қарсындағы Томпсондар әр жексенбіде немерелерін шақыратын, олардың күлкісі көше арқылы жаңғырық еді. Көрші жас жұп таңертең ерте жүгіретін, сәбиі арбада жататын. Ал Харрисондар көшедегі ең белсенділері еді. Бобтың күшті күлкісі аула барбекюінде естілетін, егіздердің баскетбол ойынның дыбысы қоршау арқылы жиі жететін. Алғашында Майкл қарсы болмады.
Харрисондардың энергиясы өз ауласында қалды, және ол қалағаннан қаттырақ болса да, оның тыныштығына кедергі келтірмеді. Бірақ бір сенбі түстен кейін, Майкл жүгіруден қайтып келгенде бір түрлі нәрсе байқады. Танымайтын жасөспірімдер тобы оның бассейнде шашырап ойнап жатты. Ол орында тоқтап, сенбей тұрды, содан кейін ашуға ауысты. Ол бір ай бұрын ғана көшкен еді, және біреу оның мүлкін рұқсатсыз пайдалануды шешкен еді. Аулаға жақындағанда ол Харрисондардың егіздерін топта байқады. Олар судың иесі сияқты күліп, сүңгіп жатты. Майкл қатты жөтеліп, жасөспірімдер қатып қалды, күлкілері өшіп, оған қарады. «Мұнда не болып жатыр?» деп сұрады ол, дауысы тыныш, бірақ қатты. Егіздердің бірі, бұйра шашты бала, иығын көтерді. «Біз жай ғана жүзіп жатырмыз. Бассейн керемет, айтпақшы». «Иә, бірақ бұл жеке меншік», деп жауап берді Майкл. «Мен ешкімге мұнда болуға рұқсат бергенім есімде жоқ». Топ кешірім сұрап, сүлгілерін алып, ауланың бүйір қақпасынан шығып кетті. Олар шығып кеткенде, Майкл ашумен шатасуды сезінді. Ол құрметті көрінген ауданда мұндай шекара бұзуды күтпеген еді. Сол кеште ол мәселені шешу үшін Харрисондардың үйіне барды. Боб есікті ашып, қолында сыра ұстап, Майклды әдеттегі көңілді көңілімен қарсы алды. Майкл болғанын түсіндіргенде, Боб күлімсіреп, басын изеді. «Ах, жасөспірімдер», деді Боб күліп. «Олар әрқашан ойланбайды. Мен олармен сөйлесемін. Уайымдамаңыз, бұл қайталанбайды». Майкл оған сенгісі келді, бірақ Бобтың жеңіл қылығы бірдеңені дұрыс көрсетпеді. Дегенмен ол әзірге қалдыруды шешті, сөйлесу шекара орнатуға жеткілікті деп сенді. Сол түні төсекте жатып төбеге қарап, Майкл бұл үлкен мәселенің басы ғана деген сезімнен құтыла алмады. Ол мұнда тыныштық пен жеке өмір үшін көшкен еді, бірақ оларды сақтау күткеннен қиын болуы мүмкін еді. Келесі апталар Майкл үшін тыныштық пен шиеленістің қызық қоспасы болды. Сыртынан алғанда, жаңа аудандағы өмір бұрынғыдай жалғасты. Томпсондар апта сайын отбасылық кешкі ас өткізді, жүгірушілер таңертеңгі әдеттерін жалғастырды, және Майкл жұмыстан қайтып келгенде бассейн жанындағы тыныш кештерден ләззат алды. Дегенмен оның ойының түкпірінде мазасыздық орнады, оның жеке кеңістігі күткендей қол сұғылмайтын емес деген сезім. Жасөспірімдердің бассейнді пайдалану оқиғасы ойындағы тұрақты дақ сияқты қалды. Бобтың елемейтін қылығы Майклға қызыл сигнал болып көрінді. Басқаларға оның жеңіл мінезі зиянсыз көрінсе де, Майкл өмірінде шекараны байыппен қабылдамайтын адамның нәзік белгілерін тануға жеткілікті көрген еді. Ол жағдайды бақылауды шешті, алғашқы сөйлесудегі қатты ұстанымы келесі оқиғаларды тоқтатады деп үміттенді. Бірақ бұл үміт ұзаққа созылмады. Бір жұма кешінде, жұмыстағы әсіресе ауыр аптадан кейін, Майкл үйге келгенде ауласында таныс көрініс көздеді. Егіздер қайтып келген, достарымен бірге. Олар шашырап күліп жатты, дауыстары қоғамдық саябақ сияқты аула арқылы жетті. Майкл орында тоқтады, тамыры соғып. Бұл жолы олар тіпті жеңіл тамақ әкелген, чипс пен сода қалбырларының жарқын түстері бассейн жиһазында шашылып жатты. Майкл әдептілікке мән бермеді. Ол аулаға кіріп, жүзі қатты болды. Топ оны бірден байқады, күлкілері өшіп, оның болуын тіркеді. «Мұнда не болып жатыр?» деп сұрады Майкл, дауысы тыныш, бірақ анық ашумен. Егіздер кінәлі көзқараспен алмасып, олардың бірі ұзын, сымбатты бала Алекс сөйледі. «Біз ойладық, ауа ыстық болғандықтан сіз қарсы болмассыз» деп. «Мен қарсы боламын», деді Майкл қатты. Ол қақпаға ишара етті. «Шығыңыз. Қазір». Жасөспірімдер заттарын жинап, жартылай кешірім сұрап шығып кетті. Майкл бассейн жанында тұрып, олардың кетуін қарады, ашуы күшейді. Бұл жай ғана балалардың балалық емес еді, бұл құрмет немесе оның жоқтығы туралы еді. Бір кезде пана болған бассейн енді даулы аумақ сияқты сезілді. Сол кеште Майкл мәселені ресми түрде шешуді шешті. Ол сыпайы, бірақ тікелей хат жазып, Харрисондарға оның мүлкі жеке екенін және келесі кірулерге төзбейтіндігін еске салды. Келесі күні таңертең ол хатты олардың пошта жәшігіне салып, үйіне қайтты. Бұл мәселені ақыры шешеді деп үміттенді. Бірнеше күн бойы оның хабары жеткен сияқты болды. Егіздер көрінбеді, бассейн мазасызданбады. Майкл босаңсып, жағдай шешілді деп сенді.
Ол тіпті бірнеше көршімен танысуды ойлады, достық, бірақ құрметті байланыс орнату үшін. Бірақ содан кейін сенбі түстен кейінгі барбекю келді. Майкл таңертең істермен айналысып, түс ауа үйге қайтқанда ауласынан күлкі мен музыка дауысы шықты. Ол көлігін қойып, бүйір қақпаға барғанда асқазаны түсті. Қақпаның саңылауынан қарап, толық жиын көздеді. Боб, Сара, олардың балалары және кемінде 10 шақты адам бассейн жанында демалып, бургерлер пісіріп, сусын ішіп жатты, олардың иесі сияқты. Майклдың алғашқы реакциясы сенбеу еді. Біреу мұны қалай қабылдауға болады деп ойлады. Ол терең дем алып, өзін тұрақтандырып, қақпаны итеріп, аулаға кірді. Көрініс бір сәтке тоқтап, барлығы оған қарады. Боб гриль жанында тұрып, қолында қысқыш ұстап, Майклды кең күлкімен қарсы алды, мүлдем мазасызданбай. «Ей, Майкл! Қарсы болмасаңыз деп ойладық. Бұл әдемі күнді пайдаланайық дедік. Сіздің бассейніңіз бөліспеуге тым жақсы». Майкл жағын қысып, сөздерін мұқият таңдады. «Боб, бұл менің мүлкім. Сіз адамдар тобымен келіп, оны өзінікіңіз сияқты пайдалана алмайсыз». Боб күлді, дыбыс Майклдың жүйкесін тітіркендірді. «Әй, досым! Біз көршіміз, зиян жоқ, айып жоқ, солай ма? Одан басқа, сіз оны пайдаланбадыңыз». Майклдың шыдамы әлсіреп, жарылып кетті. «Мәселе онда емес. Бұл менің үйім, менің кеңістігім. Сіздердің бәріңіз кетуіңіз керек». Қонақтар ыңғайсыз күбірлей бастады, кейбірі ыңғайсыз көзқараспен алмасты. Бобтың күлкісі аздап өшті. «Жарайды, деді ол, қолын көтеріп, жалған бағынғандай. Ашуланудың қажеті жоқ. Біз шығамыз». Олардың шығуына тағы 15 минут кетті. Сол уақытта Майкл қақпа жанында тұрып, қолын айқастырып, соңғы қонақ шыққанша қозғалмайтынын көрсетті. Аула бос қалғанда ол қалдықты қарады. Шашылған қоқыс, дымқыл сүлгілер және орындықтардың бірінде жартылай жеген тағам тарелкасы. Сол кеште, Майкл қалдықты тазалап жатқанда ауыр көңілсіздік сезімі орнады. Ол мұнда тыныштық, жеке өмір, өз өмірін шынымен өзінікі ету мүмкіндігі үшін көшкен еді. Бірақ бір ай толмай, ол шекараларын қорғау үшін көршілермен күресте болды, олардың шекара ұғымы жоқ сияқты. Күн батқан кезде аула тыныш болып, Майкл бассейн шетінде отырып, оның тыныш толқындағы бетіне қарады. Бірінші рет ол пана сияқты сезілмеді, шайқас алаңы сияқты сезілді. Және ол ең нашардың әлі алда екенін сезінді. Барбекюден кейінгі күндері тыныш болды, бірақ Майклға тыныштық әкелмейтіндей. Харрисондар оның кету туралы талабын уақытша кедергі деп қабылдаған сияқты, толық шекара емес. Тыныштық келесі дауыл алдындағы үзіліс сияқты сезілді, шиеленісті күту кезеңі. Сол уақытта Майкл олардың қылығындағы нәзік өзгерістерді байқады. Боб, бұрын жолдары түйіскенде көңілді қол бұлғайтын, енді тек қатты ернін қысып бас изейтін. Егіздер көз тигізуден мүлдем қашатын. Тіпті Сара, әдетте көңілді және шаттық, кездейсоқ кездескенде салқын көрінетін. Майкл жеңілдік немесе алаңдаушылық сезінетінін білмеді. Бір жағынан келесі кірулердің жоқтығы жағымды өзгерседі. Екінші жағынан, Харрисондардың алыстауы сөзсіз бірдеңені білдіретін, олар басқа шабуылға дайындалып жатқан сияқты. Майклдың түйсігі оған сақ болуды айтты, және ол тез дәлелденді. Келесі оқиға желді сенбі таңында болды. Майкл күннің бірінші жартысын шөп шабу және аула қоршауларын қырқумен өткізді. Қолында мұзды шай ұстап, ол патиода отырып, еңбегінің жемісінен ләззат алды. Ауданның тыныш гуілі тыныштандыратын. Құстардың шырылы, алыстағы шөп шабатын машина, жақын жерде ойнап жатқан балалардың әлсіз сөйлесуі. Бір сәтке Майкл өзін еркін сезінді. Сол сәт шашырау дыбысымен бұзылды. Майкл қатып қалды, стаканды қатты ұстады. Судан адамдардың секіру дыбысы бассейннен келді, күлкімен бірге. Ол басын бұрып, қозғалыс көзіне қарағанда асқазаны түсті. Расында, жас өспірімдер тобы қайтып келген, және олар жалғыз емес еді. Харрисондардың егіздері бұл жолы көбірек достарына келген, және олар импровизирленген бассейн кешін өткізіп жатқан сияқты. Қатты музыка Майклдың патио орындықтарының бірінде тұрған портативті спикерден шықты. Майкл тұрып, кеудесі ашу мен сенбеу қоспасымен қысылды. Бұл жай ғана қателік немесе түсініспеушілік емес еді, бұл оның мүлкіне ашық елемеу еді.
Ол бассейнге қарай жүріп көлеңкесі су арқылы созылды, жас өспірімдер оған қарады. Сіздер не істеп жатырсыздар деп ойлайсыздар? Деп талап етті Майкл, дауысы тұрақты, бірақ қатты. Топ күдікті көзқараспен алмасып, егіздердің бірі, Алекс сөйледі. Біз сіз жақсы деп ойладық, деді ол, жартылай кешірім, жартылай қорғану тонында. Бұл жай ғана бассейн, досым. Майклдың шыдамы әлсіреді. Бұл менің бассейнім, деді ол қатты, және мен рұқсатсыз пайдалануға болмайтынын анық айтқанмын. Шығыңыз. Қазір. Топ бір сәтке тартынып дауласуды ойлады, бірақ Майклдың тұрақты жүзі талқылауға орын қалдырмады. Ауыздарын күбірлеп, олар бассейннен шығып, сүлгілері мен заттарын алып кетті. Спикер біреу асығыс өшіргенде қатты дыбыс шығарды. Олар бүйір қақпадан шығып жатқанда, Майкл Алекс досына ол сондай көңілсіз деп күбірлегенін естіді. Майкл бұл пікірге мән бермеді, бірақ ол мойындағысынан артық ауыртты. Аула қайта бос қалғанда, Майкл бассейн жанында тұрып, толқындағы суға қарады. Оның панасы бір кезде мақтаныш пен жұбаныш көзі, енді ластанған сияқты сезілді. Ол мұнда хаустан қашу үшін көшкен еді, бірақ ол оны қуып жеткен сияқты. Харрисондардың тұрақты кірулері жай ғана мазасыздық емес еді, олар оның қажырлы еңбегімен құрған өміріне шабуыл еді. Майкл күннің қалғанын жағдайды қалай шешу туралы ойланумен өткізді. Ол Харрисондарға тікелей қоңырау шалуды ойлады, бірақ Бобпен бұрынғы қарым-қатынасы оның алаңдаушылығын байыппен қабылдамайтынын көрсетті. Билікті шақыру идеясы ойына келді, бірақ Майкл тартынды. Қара нәсілді адам ретінде негізінен ақ нәсілді ауданда, ол мұндай жағдайлардың қалай шиеленісетінін жақсы білді. Ол мәселелі көрші деп аталуды немесе бақылаудан шыққан қақтығысқа түсуді қаламады. Оның орнына Майкл барлығын құжаттауды шешті. Ол әр оқиғаның журналын жүргізе бастады, күні, уақыты және болғанын жазып. Ол тіпті үйінің бұрышына шағын қауіпсіздік камерасын орнатты, аулаға бағыттап. Егер Харрисондар шекараны бұзуды жалғаса, ол өз шағымдарын растайтын дәлел қалды. Келесі демалыс тағы бір эскалация әкелді. Майкл дүкеннен қайтып келгенде, Боб және оның достары тобы бассейн жанында демалып, қолдарында сыра ұстап отырғанын көрді. Олар портативті гриль әкеліп, Майклдың патиосында бургерлер пісіріп жатты, қоғамдық саябақ сияқты. Қуырылған еттің иісі хлор иісімен араласып, сюрреалдық қарама қайшылық жасады. Майкл топқа жақындады, қолдары жағында жұдырық болып қысылды. Боб оны алғашқы кездескендегі сияқты қарусыздандыратын күлкімен қарсы алды. Ей, Майкл! Қарсы болмасаңыз деп ойладық. Балаларды ойын көргенде көңіл көтеру үшін ойладық. Майклдың дауысы салқын еді. Мен қарсы боламын, Боб. Мен бұрын айтқанмын, бұл менің мүлкім. Сіз қалағанда келуіңіз мүмкін емес. Бобтың күлкісі өшпеді, бірақ даусында шеті бар еді. Босаңсыңыз, досым. Біз жай көршіміз, зиян жоқ, айып жоқ. Майкл терең дем алып, өзін тыныштандырды. Бұл талқылауға жатпайды. Сіз және достарыңыз қазір кетуіңіз керек. Шиеленіс сезілді, топ көзқараспен алмасты. Ақыры Боб қолын көтеріп, жалған бағынғандай. Жарайды. Шу шығарудың қажеті жоқ, деді. Олардың заттарын жинап кетуіне жарты сағатқа жуық уақыт кетті, және олар кеткенде, Майкл қоқыс шашылған ауламен қалды. Бос бөтелгелер, мыжылған майлықтар және түтін иісі. Ол қалдықты тазалап жатқанда, ашу мен шаршау қоспасы орнады. Ол мұндай өмір сүре алмайды, тұрақты мазасыздықта, келесі кіруді күтіп. Бірдеңе өзгеруі керек еді. Сол түні Майкл ояу жатып төбеге қарады. Ол сұрамаған шайқаста тұрып қалған сияқты сезінді, бірақ елемеу мүмкін емес еді. Харрисондар шекараны құрметтемейтін еді, және сыпайы сөйлесулер оны түзетпейтін. Ол өз кеңістігінің иесі екенін растайтын басқа жол табуы керек, оның үйі шектеулі екенін біржола анық ететін нәрсе. Сағаттар өтіп жатқанда, оның ойында идея қалыптасты. Ол дәстүрлі емес, тіпті сәл қауіпті еді, бірақ Харрисондар елемейтін хабар жіберу әлеуеті бар еді. Майкл қақтығысты қаламады, бірақ олар қолын мәжбүрлесе, ол өз тыныштығы үшін күресуге дайын еді. Дүйсенбі таңы атқанша Майкл шешім қабылдады. Өткен демалыстың оқиғалары оған шешімді әрекет етуге қалдырмады.
Егер Харрисондар қайта-қайта ескертулерден кейін шекараны құрметтемесе, ол шығармашылықпен әрекет етуі керек еді. Қақтығыс оның стилі емес еді, ол нәзік, бірақ тиімді шешімдерді артық көрді, келесі дауларға орын қалдырмайтын. Сондықтан жұмыстағы сирек тыныш сәтте отырып, Майкл зерттеуді бастады. Идея сенбі түні кеште ойына келді, төсекте жатып, бассейн жанындағы көріністі қайта-қайта ойнап. Ол билікті шақырғысы келмеді, немесе жағдайда ашық дұшпандыққа дейін шиеленістірмеді. Оның орнына ол тікелей қақтығыссыз өз кеңістігін қайтаруға қажет нәрсе керек еді. Харрисондарға бассейн олардікі емес екенін анық ететін нәрсе. Оның ойы бассейн күтіміне ауысты. Жылдар бойы ол бассейнді таза және қауіпсіз ұстаудың негіздерін үйренген еді, бірақ енді ол тереңірек зерттеді. Ол су химиясы, хлор деңгейі және П балансы туралы мақалалар оқыды, зиянсыз және хабар жіберу үшін жеткілікті драматты шешім іздеді. Көп ұзамай ол іздегенін тапты. Суперхлорлау. Бұл бактериялар мен балдырларды өлтіру үшін суға жоғары мөлшерде хлор қосу арқылы жасалатын қарапайым бассейн күтімі процесі еді. Дұрыс жасалғанда су уақытша бұлтты және тартымсыз болады, бассейнді бірнеше күн пайдалануға жарамсыз етеді. Бассейн күтімімен таныс емес адамға бұл химиялық апат сияқты көрінеді, зиянсыз, бірақ қорқынышты. Майклдың жоспары қарапайым еді. Ол Харрисондардың оның бассейнін қайта пайдалануға тырыспау үшін көрініс жасайды. Ол тіпті көріністі күшейту үшін зиянсыз көбік агентін қосуды ойлады. Мақсат біреуді физикалық қорқыту емес, бірақ оның мүлкіне ұзақ уақыт жақындағысы келмейтіндей көрініс жасау еді. Келесі күндері Майкл қажетті заттарды жинады. Ол қала шетіндегі бассейн дүкеніне барып, үлкен контейнер хлор гранулдарын және бассейн кештерінде қолданылатын көбік агентін сатып алды. Ол сондай-ақ трюктен кейін бассейн суының қалыптыға оралуын қамтамасыз ететін тестілеу жинағын сатып алды. Барлығы мұқият және әдістемелік жасалуы керек еді. Майкл қажырлы еңбегімен сақтаған бассейнге зиян келтіруді қаламады. Әр кеште жұмыстан кейін ол жоспарын жетілдірді. Ол қажетті әсерді жасау үшін химиялық пропорцияларды зерттеді, және көбіктің бассейн бетіне зиян келтірмейтінін қамтамасыз ету үшін шелекте шағын тесттер өткізді. Бейсенбі түніне қарай ол барлығы дайын деп сенді. Тек дұрыс сәтті күту қалды. Майкл ұзақ күтпеді. Сенбі түстен кейін, күн шыңына жеткенде, Майкл дүкеннен қайтып келгенде, ауласынан таныс күлкі мен музыка дауысы шықты. Ол драйввейда тоқтап, қолдары рульді қатты ұстап, терең дем алды. Бұл жолы ол ашуланбады немесе таң қалмады, ол дайын еді. Ол көлігін қойып, азық-түлікті ас үйге әкеліп, гаражда сақтаған заттарды алды. Бір қолында хлор гранулдарының шағын шелегі, екіншісінде көбік агенті ұстап, Майкл аулаға қарай жүріп, жүрегі күту мен шешімділік қоспасымен соқты. Қақпаға жеткенде, ол көріністі қарау үшін тоқтады. Харрисондар толық күшпен шықты, кемінде 10 шақты адаммен бірге. Боб портативті гриль жанында тұрып, бургерлерді аударып жатты, сара сусындар таратып жатты. Егіздер және олардың достары бассейнде шашырап жатты, және біреу поп музыкасын терезелерді дірілдететіндей қатты қойған спикер орнатқан. Майкл қақпаны ашып, ішке кірді. Ешкім оны бірінші байқамады, олардың көңіл көтеруіне тым батқан. Ол бассейнге мақсатты жүріп, шелек пен көбік агентін су шетінде қойды. Ақыры Боб оны байқады. «Ей, Майкл!» «Дәл уақытында!» деді ол, сырасын көтеріп, жалған тосты айтып. «Кешке қосылыңыз деп қуаныштымыз. Сусын алыңыз да босаңсыңыз, досым». Майкл оған мән бермеді. Бір сөз айтпай, ол бассейн жанында тізерлей отырып, хлор гранулдарын суға қасықтап сала бастады. Дереу химиялық реакция басталды. Су көпіршіктеніп, хлор ерігенде шағын бу шығарды. Бірнеше адам байқап, не істеп жатқанын тоқтатты, күлкілері шатасқан күбірлеуге ауысты. «Ол не істеп жатыр?» деп сұрады, сара даусында алаңдаушылық бар. Майкл тұрып көбік агентін алды. Ол оны баяу мақсатты ағымен бассейнге құйып, судың көбіруін қарады. Қалың ақ көбік бетке шығып, тез таралып, бүкіл бассейн көбік қабатымен жабылды. Бұрынғы таза су бұлтты, тартымсыз сұрға айналды. Енді барлығы бассейнге таң қалып қарап тұрды. Спикерден шыққан музыка шатасу мен күшейген мазасыздық фонында оғаш көрінді.
Ақыры Боб алға шығып, жүзі қызығушылық пен ашу қоспасы болды. «Бұл не, Майкл?» деп талап етті ол. Майкл оған қарап, жүзі тыныш, бірақ шешімді еді. «Бассейн күтімі», деді ол қарапайым. «Су қазір жүзуге қауіпсіз емес. Сіздер кетуіңіз керек». Бобтың жағы қатайды, және бір сәтке ол дауласатын сияқты көрінді. Бірақ Майклдың артындағы көбікті бассейн оның сенімін әлсіреткен сияқты. Ол қонақтарына қарады, олардың көбі заттарын жинап, үйге қайту туралы күбірлеп жатты. Сара Бобтың қолын ұстады. «Кетейік», деді ол тыныш. «Бұны кейін талқылаймыз». Бір-бірлеп қонақтар ауласынан шығып, тек Боб, Сара және олардың балалары қалды. Боб бір сәт тұрып көзін қысып Майклға қарады. Бірақ ақыры ештеңе айтпады. Соңғы ашуланған бас шайқаумен ол бұрылып, отбасы оның артынан ерді. Аула бос қалғанда Майкл ұзақ дем шығарды, иықтары күндіз бірінші рет босаңсыды. Ол көбікті, бұлтты бассейнге қарап әлсіз күлді. Бұл үй сатып алғандағы елестеткен тыныш оазис емес еді, бірақ әзірге жетеді. Ең бастысы, бұл оның оазисі еді, және ол оны солай сақтауды ниет етті. Ол қалған заттарды тазалауды бастағанда, Майкл Харрисондардың қалай жауап беретінін ойлады. Ол бұл қақтығыстың соңы емес екенін білді, бұл тек бас еді. Бірақ бірінші рет ол өзінде артықшылық бар сияқты сезінді. Және бұл жақсы бастама еді. Майклдың батыл қадамының салдары ол күткендей болды, бірақ аудандағы шиеленіс сезілді. Оқиғадан кейінгі күні Харрисондардың ауласы әдеттен тыс тыныш еді. Қатты күлкі жоқ, стакандардың сыңғыры жоқ, драйввейда баскетбол доп ойнап жатқан жас өспірімдер жоқ. Бүкіл отбасы үйлеріне шегініп, болғанын өңдеп жатқан сияқты еді. Майкл сол күні бассейнді мұқият тазалаумен өткізді. Көбікті су және химиялық теңгерімсіздік өз мақсатын орындады, және енді оның оазисін бұрынғы таза күйіне қайтару уақыты еді. Ол деңгейін тексерді, хлорды реттеді, және су жарқырағанша сүзгі жүйесін іске қосты. Процесс ауыр еді, бірақ Майкл үшін бұған тұрарлық еді. Әр таза су шелегі оның кеңістігінің бір бөлігін қайтару сияқты сезілді. Түс ауаға қарай аула бірінші көшкендегі тыныш панаға қайтып келді. Майкл орындықта отырып, мұзды шай ұстап, басындағы ағаштардағы құстардың шырылынан ләззат алды. Апталар бойы бірінші рет оның ауласы өзінікі сияқты сезілді. Тыныштық дүйсенбі таңына дейін созылды. Майкл кофе ішіп, электрондық хаттарды оқып отырғанда есік қоңырауы соғылды. Тостағанын қойып есікке барып ашқанда Боб подъезде тұрғанын көрді. Адамның тұрысы шиеленген, қолдары кеудесінде айқастырылған және жағы қысылған. Оның әдеттегі көңілді қылығы жоқ, салқын және есептеуіш нәрсемен алмастырылған. «Таң атсын», деді Майкл тегіс, жүзін бейтарап ұстап. «Біз сөйлесуіміз керек», деді Боб қысқа, «бассейнге не істегеніңіз туралы». Майкл қасын көтеріп, есік жақтауына жеңіл сүйеніп. «Менің бассейніме не істегенімді айтасыз ба?» Бобтың танауы кеңейді. «Менімен ойын ойнамаңыз, Майкл. Сіздің трюгіңіз менің демалысымды бұзды. Келгендердің бәрі сіздің бассейніңіз улы қауіп деп ойлап кетті». Майкл күлуге шақ қалды. «Ал Боб, егер демалысыңыз бұзылса, мүмкін сіз менің мүлкіме кіріп келгеніңізден шығар. Мен бұрын бассейн шектеулі деп айтқанмын, бірақ сіз тыңдамадыңыз». Боб жақындап, дауысын төмендетіп күңіренді. «Сіз соншалықты алысқа барудың қажеті жоқ еді. Біз көршіміз, Құдай үшін. Бұл қоғам болуы керек». Майклдың шыдамы әлсіреді. Ол түзеліп, Бобтың көзіне қарап тұрды. «Біреудің мүлкін құрметтеу қоғамның бір бөлігі, Боб. Мен сыпайы сұрадым, бірақ сіз әр сөзімді елемедіңіз. Егер салдар ұнамаса, келесі жолы біреудің ауласына шақырусыз кіруді ойлаңыз». Боб жауап беру үшін аузын ашты, бірақ тоқтап қалды, бұл дауды ұтпайтынын түсінген сияқты. Ол артқа шегініп, басын шайқады. «Жарайды. Сіз ойыңызды айттыңыз. Бірақ егер мұндай трюктерді жалғастырсаңыз, мұндағы ешкім сіздің жағыңызда болмайды деп күтпеңіз». Майкл шағын, келісімсіз иығын көтерді. «Мен жақтар іздемеймін, Боб. Мен тыныштық іздеймін. Мен әрқашан осыны қалғанмын». Бір сөз айтпай, Боб бұрылып, үйіне қайтты. Майкл оның кетуін қарап, кеудесінде жеңілдік пен сақтық қоспасы орнады.
Сөйлесу күткендей өтті. Боб ашуланған, бірақ ашық қақтығыссыз. Дегенмен Майкл мәселе шешілді деп ойлаудың қателігін білді. Боб оңай берілмейтін адам сияқты көрінді. Келесі апталарда Харрисондар арақашықтықты сақтады. Егіздер аулаға жасырын кірмеді, және Бобтың күшті дауысы ауданда байқалмады. Олар ақыры Майклдың ескертулерін жүректеріне алған сияқты еді. Бірақ Майкл бұл уақытша үзіліс шешім емес, үзіліс деген сезімнен құтыла алмады. Ауданның қалғаны шиеленісті байқады. Майкл кешкі серуенде басқа көршілерден қызық көзқарас алды, және көше қарсысындағы Томпсондар бір түстен кейін оны тоқтатып, жағдайды сұрады. Сіз жақта өте тыныш, деді миссис Томпсон, тоны достық, бірақ зерттеуші. Барлығы жақсы деп үміттенемін. Майкл сыпайы күлді. Жұмыспен айналыстым. Барлығы жақсы. Ол әңгіменің артында көбірек бар деп күдіктенген сияқты көрініс берді, бірақ мәселені қозғамауды шешті. Ал егер бірдеңе керек болса, бізді қайдан табу керектігін білесіз. Майкл алғыс айтып, серуенін жалғастырды, қолдауға риза және аудандық өсек мүмкіндігіне сақ болып. Ол басқаларды Харрисондармен мәселеге тарту ниеті жоқ еді. Бұл оның мәселесі, және ол оны жалғыз шешеді. Шиеленіс 2 аптадан кейін шыңына жетті. Майкл бір кеште қонақ бөлмеде демалып отырғанда, есіктің қатты соғылғанын естіді. Ол ашып, подъезде тұрған Сара Харрисонды көрді. Жүзі ашу мен кешірім қоспасы еді. Майкл, сөйлесе аламыз ба? Деп сұрады ол, дауысы күйеуінікінен жұмсақ, бірақ кем емес шұғыл. Майкл жаққа тұрып, ішке кіруін ишара етті. Олар ас үстелінде отырды, және бір сәт ешкім сөйлемеді. Сара қолдарын ойнап, сөз іздеп бөлмені қарады. Қараңыз, деді ол ақыры, біздің арамызда шиеленіс бар екенін білемін, және Боб кейде артық болатынын білемін. Бірақ бұл жағдай қолдан шығып барады. Балалар енді жүзуге неге бара алмайтынын түсінбейді, және Боб сіз бізді бөліктеп жатқан сияқты сезінеді. Майкл терең дем алып, тонын өлшеп. Сара, мен ешкімді бөліктемеймін. Мен өз мүлкімді қорғап жатырмын. Мен Бобпен сөйлестім, бірақ ол тыңдамайды. Мен шыдамды болдым, бірақ жетеді. Сара баяу бас изеді, жүзі жұмсарды. Түсінемін. Шынымен. Және мен Бобпен қайта сөйлесемін. Мен жай. Осыдан өтеміз деп үміттенемін. Біз көршіміз. Майкл жауап беру алдында тартынды. Мен де осыны қаламын, Сара. Бірақ ол шекарадан басталуы керек. Егер Боб және балалар менің кеңістігімді құрметтесе, енді мәселе болмайды. Сара әлсіз күлді. Әділ. Мен барымды саламын. Ол кеткеннен кейін, Майкл үстелде жалғыз отырып, ойлары шұбарланды. Ол жағдай жақсарады деп сенгісі келді, Харрисондар ақыры оның шекарасын құрметтейді деп. Бірақ ойының түкпіріндегі шағын дауыс оған сақ болуды ескертті. Қақтығыс тынышталған шығар, бірақ аяқталмаған. Әлі емес. Сараның келуінен кейінгі күндері қызық тыныш болды. Ордал басталғаннан бері бірінші рет Майкл үйіне тыныштық оралғанын сезінді. Харрисондар оның шекарасын құрметтеуге күш салып жатқан сияқты еді. Егіздер мүлік шекарасына жақын тұрмады, және Бобтың күшті дауысы көшеде естілмеді. Тіпті қатты демалыс барбекюлері тоқтады. Отбасы Майклдың ескертулері мен әрекеттерін жүректеріне алған сияқты, немесе кемінде жалғастырудың қажеті жоқ деп шешкен. Майкл мүмкіндікті пайдаланып, өз кеңістігін толық қайтарды. Ол демалыста ауласын күтумен өткізді, үй сатып алғандағы елестеткен панаға қайтарды. Патио жиһазы тазаланып, қайта орналастырылды, шөп ұқыпты қырқылды, және бассейн кристалдай тазаға қайтып келді. Су жанында салқын сусын ұстап отырып, Майкл ақыры жетістік сезімін сезінді. Оның ауласы қайта өзінікі еді. Дегенмен сыртқы тыныштыққа қарамастан, Майкл тұрақты мазасыздықтан құтыла алмады. Харрисондар тыныш, бірақ күрт өзгеріс тым жақсы сияқты сезілді. Боб оңай берілмейтін тип сияқты еді, және Майкл бұл тыныштық басқа дауылдың алды деп ойлады. Аудан сол өзгерісті байқады. Майкл күнделікті істермен айналысқанда көршілері оған қызық көзқарас тастады. Жергілікті дүкенге барғанда мистер Томпсонға жолықты, ол жылы күлкімен қарсы алды, бірақ әңгімені жақындағы оқиғаларға ауыстырды. Сіз жақта соңғы уақытта тыныш, деді мистер Томпсон, тоны жеңіл, бірақ зерттеуші. Харрисондармен барлығы жақсы ма?
Майкл қанша ашу керектігін білмей тартынды. Барлығы жақсы, деді ол мұқият. Біз түсіністікке келдік деп ойлаймын. Есту жақсы, деп жауап берді мистер Томпсон, бірақ көзінде толық сенбейтін сияқты көрінді. Боб сәл қыңыр болуы мүмкін, бірақ ол жаман адам емес. Онымен қалай күресу керектігін түсінуге уақыт керек. Майкл күлкіні мәжбүрледі, сыпайы бас изеп әңгімені өзгертті. Ол аудандық өсекке отын құю ниеті жоқ еді, бірақ әңгіме оның Харрисондармен дауының тұрғындар арасында талқы болғанын сездірді. Сол кеште Майкл патиода отырып күн батқан кезде бассейнге қарады. Ол соңғы апталарда болғанның бәрін ойлады. Ауданға көшкендегі алғашқы қуаныш, Харрисондармен күшейген ашу, және өз кеңістігін қорғау үшін жасаған қатаң шаралар. Ол әрекеттеріне өкінбесе де, қақтығыстың оған тигізген салмағын елемеді. Бұл өмірдің тыныш жаңа тарауы болуы керек еді, бірақ шекара үшін шайқасқа айналды, оны шаршатып, сақ етті. Апталар өтіп жатқанда аудандағы шиеленіс азая бастады. Харрисондар алыс, бірақ сыпайы қалды, жолдары түйіскенде бас изеп немесе қол бұлғап. Майкл әдетін жалғастырды, тыныштықтан ләззат алып, қалыптылық сезімін қайта құрды. Бірақ тәжірибе оны өзгертті. Ол көршілерімен қарым-қатынаста сақтық және сақ болды. Тыныш қала маңы өмірінің арманы аздап ластанған сияқты сезілді. Шеттері күрделі әлеуметтік динамиканы шарлаудың шындығымен әлсіреді. Бір сенбі таңында Майкл патиода кофе ішіп отырғанда бір түрлі нәрсе байқады. Боб өз ауласында жалғыз тұрып, олардың мүлкін бөлетін қоршауға қарап тұрды. Бір сәттен кейін ол қоршауға жақындап, тамағын тазалап, Майклдың назарын аударды. «Ей!» деп шақырды Боб, дауысы әдеттегі мақтанышынан айырылған. «1 минут бар ма?» Майкл тартынып кофесін қойып, қоршауға барды. «Не болды?» Боб мойнын уқалап, әдеттен тыс ұялшақ көрінді. «Қараңыз, біз қате бастадық шығар. Біз ауыртпалық болғанымызды білемін, және сіздің ашуыңыздың себебін түсінемін. Мен бассейнсіз үшін қаншалықты маңызды екенін түсінбедім шығар». Майкл Бобтың жүзін зерттеп, шынайылықтың белгісін іздеді. Таңқаларлығы, адам шынайы көрінді, әдеттегі мақтаншақ күлкісі түзету күшінің сөйлейтін уақытша көрініспен алмастырылған. «Осыны айтқаныңызға ризамын», деп жауап берді Майкл мұқият. «Мен бұл жер үшін қажырлы еңбек еттім, және сіздің түсінуіңіз керек еді». Боб бас изеді. «Түсінемін. Шынымен. Және мен балалардың сіздің аулаңыздан шығуын қамтамасыз етемін. Енді шақырусыз бассейн кештері болмайды, уәде беремін». Екі адам бір сәт тыныш тұрды, олардың арасындағы шиеленіс ақыры еріген сияқты. Майкл Бобқа толық сенуге дайын болмаса да, бұл дұрыс бағыттағы қадам екенін сезінді. «Рахмет», деді Майкл ақыры. «Бұл маңызды». Боб шағын күлкі ұсынып үйіне қайтты. Майкл оның кетуін қарап, сақтық жеңілдік сезінді. Бұл кемел шешім емес еді, бірақ бастама еді. Келесі күндері Майкл Харрисондардың қылығындағы нәзік өзгерістерді байқады. Егіздер оны көргенде сыпайы сәлем берді, және сара көлігін шығарғанда қол бұлғады. Боб тіпті бір түстен кейін 6 сыра әкеліп, бейбітшілік ұсынысы ретінде берді. Олар дәл дос болмаса да, олардың қарым-қатынасын анықтаған дұшпандық біртіндеп өзара құрметке ауысты. Майкл ең нашардың ақыры артта қалғанына үміттенді. Ол ұзақ уақыт бойы қол жетпеген тыныштық енді шынайы сезілді, және көшкеннен бері бірінші рет ол өзін шынымен үйде сезінді. Майкл мен Бобтың уақытша келісімінен айлар өтті. Аудан әдеттегі ритміне қайтып келді. Отбасылар қоршау арқылы сөйлесіп, балалар тыныш көшелерде велосипед теуіп, демалыс барбекюлері ауаны қуырылған тағам иісімен толтырды. Майкл бірінші көшкенде елестеткен өмірге бейімделді. Харрисондар сөздерінде тұрды, оның ауласында шақырусыз қонақтар жоқ, көшедегі кешкі кештердің жаңғырығы жоқ. Тыныштық табылған сияқты, және Майкл оны бағалады. Бірақ Майкл құтыла алмайтын ой бар еді. Харрисондармен қақтығыс азайғанымен оның көршілерімен арақашықтық қалды. Ол өзін жалғыз немесе нашар мәселелер ретінде көргісі келмеді. Бұл алшақтықты жою идеясы апталар бойы ойында пісіп жатты, және көп ойланғаннан кейін ол шешім тапты. Аудандық барбекю. Майклдың шешімі әлеуметтік сияқты прагматикалық еді.
Өз шарттарымен жиын өткізу оған анық шекара орнатуға мүмкіндік береді, көршілеріне қоғам және байланысқа ашық екенін көрсетеді. Бұл қоршауларды түзету жолы бейнелеп айтқанда және мүмкін жақсы ниет құру. Іс-шара алдындағы сенбіде Майкл күнін дайындықпен өткізді. Ол патионы тазалады, грильді тазалады және мәзірі қарапайымдықпен дәмді теңестірді. Бургерлер, хот-догтар, қуырылған көкөністер және бірнеше гарнир. Ол тіпті анасының әйгілі картоп салатын жасады, әр жиында хит болған отбасылық рецепт. Майкл көшедегі көршілерге шақыруларды жеке таратты, тонды жеңіл және қонақжай ұстап. Ол Томпсондарды, көрші жас жұпты және өткенде сөйлескен бірнеше адамды шақырды. Харрисондардың үйіне жеткенде, ол бір сәт тартынып, есікті қақты. Сара ашты, жүзі сақ, бірақ сыпайы. «Ей, Сара», деді Майкл күліп. «Мен ертең түстен кейін барбекю өткіземін, және сіздердің отбасыңызды шақырамын. Қайта бастау мүмкіндігі, білесіз бе?» Сара көзін жыпылықтатып таңғалып күлкі қайтарды. «Бұл жақсы естіледі». «Рахмет, Майкл. Мен Боб қайтамын». Келесі күні ауа райы кемеледі, күн ашық, жұмсақ жел. Майкл үстелдерді көп орындықпен орнатып, тағамдарды қойып, тіпті мұздай салқын сусындармен салқындатқыш толтырды. Қонақтар келгенде Майкл әрқайсысын жылы қарсы алып, шағын әңгіме айтып, танымағандарға өзін таныстырды. Томпсондар бірінші келді, содан кейін сәбиі бар жұп, және Майклдың таңқаларлығы Харрисондар. Боб Майклға жақындағанда тартыншақ көрінді, қолында шарап бөтелкесі. «Шақыруға рахмет», деді ол, тоны әдеттен тыс кішіпейіл. «Барлығынан кейін бізді қаламайсыз деп ойладым». Майкл пікірді қол бұлғап. «Бұл өткендегі су, Боб. Бүгін жаңадан бастау туралы». Боб бас изеп, иықтары аздап босаңсыды. Сара және балалар артынан еріп, әрқайсысы сыпайы сәлем берді. Майкл егіздердің ауланы қарап тұрғанын байқады. Олардың жүзі ностальгия және ұстамдылық қоспасы. Бассейн енді шектеулі болғандықтан қалай әрекет етуін білмейтін сияқты. Майкл ішкі күлді, олардың жаңа құрметін бағалап. Түстен кейін жалғасқан сайын атмосфера көңілді болды. Қуырылған тағам иісі ауада тарап, көршілер сөйлесіп күліп жатты. Дауыстары Майклдың портативті спикерінен шыққан жұмсақ музыка гуілімен араласты. Харрисондар, Майклдың таңқаларлығы, топқа тегіс қосылды. Боб колледждегі спортшы күндері туралы әңгімелер айтты. Сара Томпсондармен бау-бақша туралы сөйлесті, және егіздер балалар тобына корнхол ойынын орнатуға көмектесті. Майкл іс-шараны бақылап, барлығының ыңғайлы екенін және қажырлы еңбегімен орнатқан шекаралардың сақталғанын қамтамасыз етті. Оның жеңілдігіне қонақтар оның айтылмаған ережелерін құрметтеді. Ешкім бассейнге тым жақын жүрмеді, және барлығы өзінен кейін тазалады. Ауланы күні басталғандағыдай таза қалдырды. Кейінірек, күн көкжиекке батқан кезде, және кеш аяқтала бастағанда, Майкл өзін Бобпен гриль жанында тұрғанын көрді. Екі адам түстен кейін әрең сөйлескен, әрқайсысы іс-шараны тыныш зәйтүн бұтағы ретінде қызмет етті деп қанағаттанған сияқты. Бірақ соңғы тағам тазаланғанда, Боб үнсіздікті бұзды. «Қараңыз, Майкл», деді ол төмен дауыспен, «мен бұрын айтқанмын, бірақ қайта айтқым келеді. Біздің қылығымызға өкінемін. Біз сіздің кеңістігіңізді құрметтемедік, және бұл қате еді». Майкл оған қарап, Бобтың тонындағы шынайылыққа таңғалды. «Осыны бағалаймын», деді Майкл, «және біз осыдан өткенімізге қуаныштымын. Мен жай осыдан әрі құрметті ұстаймыз деп үміттенемін». Боб бас изеді, жүзі шынайы. «Ұстаймыз. Уәде беремін». Олардың қақтығысы басталғаннан бері бірінші рет Майкл олардың арасында шынайы түсіністік сезінді. Бұл достық емес, әлі емес, әйтеуір бірақ бастама еді. Соңғы қонақтар кетіп, аула тыныш болғанда, Майкл бассейн жанында тұрып, ай сәулесінің бетінде билегенін қарады. Ол терең қанағат сезінді, барбекюдің табысынан ғана емес, өз өмірі мен кеңістігін бақылауға алғанынан. Сапар оңай болмады, бірақ ол өзін қорғаудың құндылығын және шекара орнатудың маңыздылығын үйретті. Айлар бойы бірінші рет Майкл шынымен тыныш сезінді. Оның үйі жай тұратын жер емес еді, бұл оның панасы, демалысы және ақыры өзінікі деп атайтын кеңістік еді. Барбекюден кейінгі апталар Майкл үшін бұрылыс нүктесі болды. Іс-шара көршілер арасында жақсы ниетті күшейтуден ғана емес, ол қажырлы еңбегімен күрескен шекараларды нығайтудан табысты болды.
Харрисондар бір кезде ашу және қақтығыс көзі құрметті әлі сәл алыс көршілерге айналды. Боб сөзінде тұрды, және Майкл жиыннан бері мүлкіне бірде-бір кіру болмады. Аудан өзгерісті байқады. Кешкі серуенде Майкл бұрын көз тигізуден қашатын адамдардан жылы күлкі және достық сәлем алды. Томпсондар оны подъездінде сөйлесуге шақыратын, және көрші жас жұп оны ойын кешіне шақырды. Майкл қосылуға қарсы болмады, бірақ қарым-қатынасты жалғыздық қажеттілігімен теңестірді. Барлығынан өткеннен кейін, ол ақыры қол жеткізген тыныштықты құрбан етуді қаламады. Бір сенбі таңында Майкл бассейн жанында кофе ішіп отырғанда, Харрисондардың егіздері драйвойда баскетбол ойнап жатқанын байқады. Олардың күлкісі аула арқылы жетті, бірақ ол бұрынғыдай тітіркендірмеді. Оның орнына ол қала маңының гармониясының бір бөлігі сияқты араласты, ол мұнда көшкенде іздеген. Егіздер оның жағына қарап, Майклдың таңғаларлығы қол бұлғады. Ол қимылды қайтарып, аузының шетінде шағын күлкі пайда болды. Бұл қарапайым қарым-қатынас еді, бірақ прогресс сияқты сезілді. Апталар айларға айналған сайын, Майкл ритмге кірісті. Оның жұмыс күндері ұзақ, бірақ толыққанды еді, және кештері үйінің тыныштығынан ләззат алумен өтті. Бассейн қайта оның панасы болды, жұлдыздар астында жүзіп немесе қаншалықты алға жылжығанын ойланатын жер. Оның Харрисондармен қарым-қатынасындағы өзгеріс нәзік, бірақ маңызды еді. Сара кейде печенье тарелкасы немесе оған ұнайтын жаңа рецепт әкелетін, қимылдары шынайы және алғашқы қарым-қатынастардағы мәжбүрлі сыпайылықтан арылған. Боб та жұмсарды. Олар жақын болмаса да, ол қоршау арқылы Майклмен бірнеше сөз алмасты, әңгімелері жеңіл және оңай. Бір түстен кейін, Майкл үйге келгенде подъездінде қолмен жазылған хат тапты. Бұл Бобтан еді, демалыста Харрисондар өткізетін шағын барбекюге шақыратын. Майкл тартынды, олардың ертеректегі қақтығыстары ойына келді. Бірақ хатқа қарап, бұл олардың қиын басталуының тарауын жауып, шынымен алға жылжудың мүмкіндігі екенін түсінді. Барбекю күні Майкл қолында шарап бөтелкесімен келді. Боб есікте қарсы алып, әдеттегі мақтанышы бұрын көрмеген шынайы жылылықпен теңестірілген. Жиын өткендегі хаостық бассейн кештерінен шағын және тыныш еді, және Майкл тамыр жайған оңай достықтан ләззат алды. Күн батқан кезде және қонақтар кете бастағанда, Майкл бір сәт тұрып, Сара және Бобпен гриль жанында сөйлесті. Олар бау-бақша кеңестерінен жергілікті жаңалықтарға дейін сөйлесті, әңгімелері бір кездегі қарым-қатынастарын анықтаған шиеленістен арылған. Бірінші рет Майкл өзін қоғамның бір бөлігі сияқты сезінді, жай сырттан қараушы емес. Сол түні үйіне қайтып бара жатқанда, Майкл бассейн жанында тоқтап, ай сәулесінің бетінде шағылысқанын қарады. Ол мұнда әкелген сапар туралы ойлады. Қиындықтар, қақтығыстар және жолда үйренген сабақтар. Бұл кеңістік бұл үй жай тұратын жерден артық еді. Бұл оның төзімділігінің, бейімделу қабілетінің, және шынымен өзінікі өмір құру шешімінің куәсі еді. Ол тұрып, айналадағы ауданның тыныш гуіліне құлақ асқанда, Майкл күлді. Ол күрескен тыныштық енді қол жетпейтін емес еді. Ол осында түннің тыныштығында және бассейннің тыныш суларында еді. Ол көшеде ойнап жатқан балалардың күлкісі және енді оны өз әлемінің бір бөлігі деп көретін көршілердің достық қол бұлғауында еді. Майкл терең дем алып, сәттен ләззат алды. Өткендегі шайқастар артта қалды, және болашақ оның бассейннің тыныш, шақыратын суларындай алда созылып жатты. Ұзақ уақыттан бері бірінші рет Майкл шынымен үйде сезінді. Осы сияқты тамаша әңгімелер үшін біздің каналымызға жазылуды ұмытпаңыз. Бұл видеоны достарыңыз бен отбасыңызбен бөлісіңіз, және түсініктемелерде ойыңызды айтыңыз.